қайтарымсыз гранттарды кімдер алады? Нақты сомасын енді айта алмаймын, бірақ сол 1,5 миллион теңгеден көп те болады. Енді бұдан бөлек мына облыс көлемінде өтетін 5 миллион теңгелік грантымыз бар. Ода жылына бір рет өткізіледі әр жылда. Сөйтті, мен блогермін деді. Мен сіздің полуфабрикатыңызда бір 5 минуттық видео түсіріп алайын деді. Мен соның орнына сізге взамен рекламировать етіп беремін деді. Сөйтіп, сіз не үшін түсіресіз деді, не мақсатта? Мүмкін конкурент шығар, мен білмеймін ғой енді. Сөйткенде ол айтты, мен безвозвратный грант алған едім деді. Соның отчетін беруім керек болып жатыр деді. Соны түсіріп алыңыз деді. Ондайларды кім тексереді соны? Көпке бір топырақ шашуға болмайды. Иә, дегенмен де арасында бар, ол болып жатады. Жаңағыдай алған қаражатын мақсатсыз жұмсау деген мәселе. Білемін, ондай нәрсемен сіздер де күресетіндер. Оны бақылау жүргізу ол мемлекеттік мекемелердің құзыретінің нәрсе. Мынау ауданда кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы құрылған, оның басшысы бар, маманы бар. Енді бұл азаматтар жаңа кәсіпкерлікті қалай бастау керек, бизнес жоспарды қалай бастау керек, қалай жазу керек, қалай бизнес жасау бойынша қолдау көрсетеді. 8%-ын кәсіпкердің өзіне қалады, үстіндегі 14%-ы даму қоры, яғни мемлекеттік бюджеттен қаржыландырады. Қазір көп азамат ойлайды, мен субсидия аламын, ана жаққа барамын, мына жаққа барамын. Онда ештеңе жоқ. Арнайы порталдар бар. Үйінде отырып, компьютер, интернет қосылған болса, сол арқылы жаңағы өтінім бере береді. Еш жаққа баруына қажет жоқ. Жалпы мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз гранттар тоқтату керек. Мен өзім бұл қаражат тиімсіз игеріледі деп есептеймін. Сарыағаш қаласында көптеген азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Мен жалпы өзім мен грант алам деп келіп жатқан адамдар, мен ол бизнес жасайтын адам емес деп есептеймін. Сәлеметсіздер ма? Есімім Әйгерім Салдықызы. Бизнеске бағыт каналының бүгінгі шығарылымын сіздермен мен жүргізетін боламын. Кәсіпкерлерге керекті ең өзекті сұрақтарды қоятын боламыз. Бүгін сіздермен біз кәсіпкерлер мектебіндеміз. Ал кеттік. Қазір біз сіздермен Сарыағаш қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінің басшысымен танысамыз. Өзіңіз таныстырып кетіңіз. Менің аты жөнім Амирханов Алайдар Ескендерұлы, Сарыағаш ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы қызмет атқарамын. Енді қош келіпсіздер. Ауданымыз өздеріңіз білесіздер, ауыл шаруашылық саласында айтарлықтай орны бар аудан, облыстың ірі аудандардың бірі. Онда ауыл шаруашылығымен бірге кәсіпкерлік саласында қатар дамып келе жатқан аудан. Енді бүгінгі таңда ауданымызда 23.975 кәсіпкерлік субъектілері нысандары жұмыс жасауда. Оның ішінде 1466 заңды тұлға, 15.341, 15.314 дара кәсіпкерлер, яғни ИПлар дейміз, сол дара кәсіпкерлеріміз бар. 7200-дей ауыл шаруашылық саласындағы шаруа қожалықтар жұмыс істеп келеді. Енді өздеріңіз білесіздер, Сарыағаш ауданынан тоқтайтын болсақ, бүгінгі кезде мынау ауданымыз кәсіпкерлік саласы болсын, ауыл шаруашылық саласы болсын, өзінің облыстағы алдыңғы қатарлары бірдей келеді. 24-ші жылы айтып кетсек, 24-ші жылы осы ауданның негізгі капиталына 74 миллиард теңге инвестиция тартылып, ол жұмыстардың барлығы, инвестицияның барлығы жеке кәсіпкерлердің қаражаты, біреуінің өзінің жеке қаражаты, бір азаматтардың несиеге алып істегендер, оның ішінде басым бөлігінде курорттарымыз бар. Өзіңіз білесіздер, Көктерек ауылдық округінде курорттарымыз орналасқан. Кәсіпкерлеріміз курорт салып жатыр. Көптеген тойханалар, қызмет көрсету саласы тойханаларымыз салып жатыр. Одан кейін ауыл шаруашылық саласында жылыжайлар салынып жатыр. Сол сияқты жұмыстар жүргізіп келеді. Енді сонымен қатар ауыл шаруашылық саласында да айтарлықтай нелер бар. Көкөністі сақтайтын қоймалар жүргізіп жатыр. Сондай жұмыстарымыз бар, атқарып отырған. Алайдар мырза, біз әрқайсысына бөлек тоқталайық. Менде енді бірнеше өзім кәсіпкер болғаннан кейін Сарыағаш қаласындағы енді үлкен кәсіпкерлердің бірімін деп санаймын өзімді. Кәсіпкер болғаннан кейін менде көп сұрақ бар да осы сала бойынша. Енді қазір біз ең ұсағынан бастайық, мынау бізде безвозвратный қайтарымсыз гранттар бар. Ол қайтарымсыз гранттарды кімдер алады? Бұл көп адамдар, мен енді кәсіппен айналысқаннан кейін көп адамдар келіп сұрайды да. Соған өзіңіз нақты жауап берсеңіз, жаңа қайтарымсыз грант қанша болып жатыр биылға 2025-ке, және сол ақшаны кімдер алады? Енді Айгерім ханым, бұл дұрыс, сұрағыңыз өте орынды сұрақ, бірақ жаңағы неміз бар ғой, гранттарымыз. Ол негізі гранттардың әкімшісі менің басқаратын бөлім емес. Ол мансап орталығы арқылы жүзеге асырылатын нәрсе. Но мен бірақ қысқаша мәлімет беріп кетейін. Ол гранттарға былтырғы жылы 1,5 миллион теңге көлемінде болды.
биылғы жылда мына айлық есептік көрсеткішке қарай өзгереді. Енді нақты сомасы мен сізге нақты сомасын енді айта алмаймын, бірақ сол 1,5 миллион теңгеден көптеу болады. енді оған қойылатын талап, бірінші қойылатын талап, арнайы ауданда арнайы комиссия жұмыс жүргізеді. Әр қателеспесем жылына бір 3 потокпен қарайды комиссия. Әр потокта комиссия қайтадан қаралып отырады. Аудан әкімінің тапсырмасы бар. Жаңағы комиссияның құрамын әр потокта өзгертіп отыр. Себебі мына сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша атқарылған нәрсе. Әр комиссия, бір комиссия жылда бүйтіп отырмайды. Әр комиссия мүшесін ауыстырып отырады. Соған байланысты жұмыстар жүреді. Бұл жерде ең негізгі мақсат мынау қазір инновациялық жобалар дейміз ғой. Ауданымызда жоқ, нарықта жоқ жаңа бизнес түрлері. Сондай мәселелерді көптеп қолдайды. Оған енді жаңағы өзінің талаптары бар. Жаңа көпбалалы ана болу керек, көпбалалы отбасы болу керек. Сол азаматтарымыз өтініш бере алады. Енді бұдан бөлек мына облыс көлемінде өтетін 5 миллион теңгелік грантымыз бар. Ода жылына бір рет өткізіледі әр жылда. Ода қайтарымсыз. Ода қайтарымсыз грант. Мынау кәсіпкерлерді бірінші демеу үшін мемлекеттен беріп отқан қолдау ол. Мынау жаңадан кәсібін бастаған азаматтың кәсіпкеріміздің аяқта тұрып кетуіне бір мемлекеттің қолдауы, көрсететін көмегі. Сол облыс көлемінде де бар 5 миллион теңге көлемінде. Ода жылына бір рет өткізіледі. Жаңағы өзінің ол жерде өзінің талаптары бар. Жаңағы әлеуметтік кәсіпкер болу керек, көпбалалы отбасы болу керек талаптары бар. Соған сәйкес жаңағы азаматтарымыз өтініштерін бере алады. Алдын ала бизнес пландарын, бизнес жоспарларын дайындайды. Олар бірінші оқиды, қателеспесем. Жоқ, онлайн дейміз ғой. Онлайн оқудан өтсе де болады, солай не алады. Сөйтіп жаңағы өзінің талаптарына сәйкес келетін азаматтар өтінім бере алады. Бәрі онлайн түрде. Онлайн, офлайн оқымайды. Онлайн түрде. Сөйтіп онлайн жаңағыдай өтінім беруді онлайн түрде, өтінімдерін беріп, сөйтіп комиссияға өздері жаңағы мансап орталығы, мысалы аудандық деңгейде мансап орталығы өздері шақырады. Ол жерде еще кәсіпкер болып тіркелгеннің несі бар, сұрағы бар. Енді сондай талаптары бар, кәсіпкерлік талаптары бар. Жаңадан ашылған кәсіпкер болу керек қой, жаңадан ашылған. Бағдарламаны өзі айтып тұр, субсидияларды өзі айтып тұр. Жаңадан ашылған кәсіпкерлік қолдау ретінде. Ол бұрыннан жұмыс істеп келіп жатқан, жаңағыдай өзінің бір капиталы бар азаматтар оған қатыса жаңадан басталған кәсіпкерлер қатысып, өздері жаңағы жобаларын комиссияның көзінше, жаңағы комиссия қатысып, офлайн түрде қатысып комиссияға өздерінің бизнес жоспарын қорғап шығады. Комиссияның оң қорытындысын алған азаматтарға жаңағы субсидия, жаңағы грант берілетін болады. Енді қараңыз, алайдарымызда ақшаны алды, гранттың ақшасын алды, кәсібін жүргізіп жатыр. Жаңа жас кәсіпкер кәсібін жүргізіп жатыр. Одан кейін ол жерде де тексерілу болады ғой, жаңа жемқорлық болмау үшін. Қанша уақыт тексерілу болады ол? Енді оны сізге нақты айтамын, әкімшісі жаңағы оның мансап орталығының құзыреті нәрсе, ол мансап орталығының қызметкерлері. Оған бөлек жауап қойсақ болады ма? Ол отдельно енді бұл сұрақты мансап орталығының қызметкерлеріне қойсаңыздар болады. Кім Абылай кіре ма оған? Жоқ, мансап орталығы деген бізде баяғы жұмыспен қамту орталығы бар ғой. Сол жерде қазір Ақмарал деген ханым директоры. Сол кісілер, негізі сол кісілер тікелей бірақ дегенмен жауап берді. Ол жаңағы нені алғаннан кейін, жаңағы грант алғаннан кейін оны ұмытып кетеді деген мәселе жоқ. Арнайы әкімшісі, яғни администратор тарапынан, мансап орталығы тарапынан бақылауда болады. Өзінің барып тексеретін уақыттары бар. Сол неде орталықтың қызметкерлері барып, шынымен ол алған қаражатты бизнеске кәсіпкерлікке жұмсады ма, болмаса алып бір телефон алды ма, болмаса бір тойға жұмсады ма, сол мәселені анықтайтын болады. Егер де жаңағы қойылған талаптар орындалмай, ол кәсіпкерлікке жұмсалмай, жаңағы бизнес планда көрсетілген нәрсеге жұмсалмай, қаражат басқа жаққа кететін болса, оны қайтарып алу жұмыстар жүргізеді. Түсінікті. Мынандай болды да, енді білесіз ғой, өзіңіз де келіп кеттіңіз біздің полуфабрикат цехқа. Осы былтыр деген бір келіншек звондады маған. Сөйтіп, саламатсыз ба, мен сіздің номеріңізді инстаграмнан алдым деді. Сөйтіп, келіңіз дедім, сөйткеннен мен деді, мен блогермін дедім. Есімін айттым, мен ұмытып қалдым да. Номерін де негізі түсіре алмадым. Түсіре алайын деп тұрдым да, сосын вдруг мен сосын кісіге зиян тиіп кетеді деп түсірген жоқпын. Мынандай жағдай болды. Сөйтті, мен блогермін деді. Мен сіздің полуфабрикатыңызда бір 5 минуттық видео түсіре алайын деді. Мен соның орнына сізге замен рекламировать етіп беремін деді. Сөйтіп
сіз не үшін түсіресіз дедім да, не мақсатта, мүмкін конкурент шығар, мен білмеймін ғой енді. Сөйткеннен ол айтты, мен безвозвратный грант алған едім деді, соның отчетін беруім керек болып отыр деді, соны түсіріп алыңыз деді. Сонымен мен өзім, енді білесіз ғой, мен баста енді ИП-м менің ескі болды, 2009-дан бері болды, сонымен мен ешқандай мынандай көмек ала алған жоқпын ғой, біраз жүгірдім, басқа болды. Сол как раз сондай бір обидно болып кетті да, ішімде өкпе болды деп айтайын. Сөйтіп сонымен жаңағы адамға мен ұрыс бердім да, қалай ұялмайсыздар депші. Реально сіздер өйстіп аласыздар, одан кейін реально бизнес жасап жатқан адамдар ала алмай қалады. Вот мына бір стартта тұрған, капитал жетпей жатқан, бір құлшын жұмыс істеп жатқан адам ала алмай қалады дедім да. Вот енді қараңыз, енді никому не секрет қой, ешкімге бұл бір құпия емес, бұл ондай нәрсе бар негізі. Арада бір нәрселер болады, енді бәріміз бір елде тұрып жатырық дегендей. Ондайларды кім тексереді соны? Оны дербес сондай журналист болып, мысалы шеттен да, допустим, мен дейік енді мысалға айтып жатырмын да, мен оны деген осы жаңағы жұмыспен қамту орталығының адамдарымен қосылып тексере алса болады ма оны? Шеттен адам? Или өздерінің құрылған комиссия ғана тексере ме оны? Жоқ, бұл жерде енді Айгерім ханым, өз сұрағыңыз орынды, енді бұл бірақ көпке бір топырақ шашуға болмайды. Дегенмен де арасында бар, болып жатады, жаңағыдай алған қаражатын мақсатсыз жұмсау деген мәселе. Білемін, ондай нәрсемен сіздер де күресетіндеріңіз. Оны бақылау жүргізу ол мемлекеттік мекемелердің құзыретінің нәрсе. Себебі ол мемлекеттен берілген қаражат. Мемлекеттің қаражаты ол. Оның бір тиынына дейін бір есебі бар. Бәрін алған азамат өзінің жауапкершілігіне мақсат жұмсау керек. Сіз оны жаңа айтып ғой, мансап орталық администратордың қызметкерлері тексеріп отырады. Сіз мынау блогер ретінде ол кісілерге жаңағы жазбаша өтініш беріп, сол ненің құрамына енуіңізге болады. Болады, иә? Болады. Себебі жаңағы не дейді мынау қоғамдық бақылау деген нәрселермен сол мағынамен кіріп, жаңағы өтініште барып көруіңізге болады. Ол сізге ешкім ол жасырын емес. Қазір енді мынау мемлекет басшысының өзі, облыс басшысының өзі айтып отыр, мемлекеттік қызметке ашық болу керек деп. Ол үшін жаңағы жұмыспен қамту орталығына барып, жаңағы мансап қазір жаңадан бұрынғы жұмыспен қамту орталығы, қазір мансап орталығы деген сол жерге барып, басшысына, болмаса бөлім басшыларына кіріп өтініш жасап, жаңағыдай мендер көрейінші, болмаса мынандай неге жаңағы комиссияның құрамына енгізу бойынша мәселе көтерсеңіз болады. Олай көрсеңіз болады өзіңіз. Жарайды. Енді кейінгі сұрақ, мынау кәсіпкерлерге жаңағы арендное помещение деген ше? Арендное помещение деп айтылып жатыр ғой, дальнейший выкуппен болмаса басқа осы мәселені айтып кетсеңіз, ол мне кажется, көп неге кәсіпкерлерге өте қолайлы, әдемі нәрсе деп ойлаймын да. И көп кәсіпкерлер соған қол жеткізгісі келеді деп ойлаймын. Бұл мәселеңіз дұрыс. Енді өзіңіз білесіз, мынау әр ауданның экономикасы мынау кәсіпкерлікке байланысты. Себебі қазір біздің бірінші мақсатымыз мынау ауданның экономикасын инвесторлар тартуымыз керек. Инвесторлар тартып отырып, біз ауданның еліміз экономикасын дамытуымыз керек. Ол инвестор келіп бір өндіріс орнын ашқаннан кейін ол жерде жаңадан жұмыс орындары ашылады. Оны азаматтар жаңадан жұмыспен қамтылатын болады. Яғни азаматтар жұмыспен қамтылған екенін білесіз, жаңағыдай экономикамызға айтарлықтай әсер етеді. Сол мақсатта былтырғы жылы облыс әкімінің тапсырмасымен аудан әкімі жаңағы қолдауымен ауданнан 80 гектар, Дарбоз ауылдық округынан 80 гектар индустриалды аймаққа жер берілген болатын. Былтырғы жылы 17 қазанда, жаңылыспасам 17 қазанда облыс әкімінің қаулысы шықты, Сарыағаш ауданы өңірлік индустриалды аймақ құрылсын деген. Өңірлік қаулысы шығып, қазір таңда енді аймаққа инфраструктура деген бар, яғни газ, свет, жол дегендей. Сол бойынша қазір жоба жасалып жатыр. Осы 1-2 аптаның ішінде жоба аяқталады. Оны жаңа мемлекеттік сараптамадан өтіп аяқталады. Сол кезде жоба біткеннен кейін оны салалық басқармаға, жаңа облыстық басқармаға қаржыландыруға ұсынамыз. Қаржыландырылғаннан кейін жаңағы инфрақұрылым тартатын болады. Жаңағы 80 гектар аймағымыз кәсіпкер барып жұмыс істеуге дайын болады. Ол светті қайдан тартамын, газды қайдан тартамын, суды қайдан тартамын мәселе болмайды. Соған байланысты жұмыстар жүріп жатыр. Енді жаңағы сонымен қатар облыс әкімінің бастамасымен ауданнан өндіріс парк ашу бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Өндіріс парк, жаңағы арнайы ғимарат салынады. Қазір дәл қазір кезде Дарбоз ауылдық округына ашылған индустриалды аймақтың аумағынан 5 браунфилд дейміз, яғни ғимарат. 5 ғимараттың қазір құрылысы басталды. Қазіргі уақытта мынау катып алған дейміз ғой, жер жұмыстары жүріп жатыр.
кешегі жер жұмыстары жүріп жатыр. Енді мынау кәсіпкерлерге тағы да ыңғайлы болу үшін екінші жерден ақшаққа деген қазір аудан әкімінің бастамасымен жұмыстар жүріп жатыр. Жер қарастыру. Енді білесіздер, ауданымызда халықтық орналасқан, жер мәселесі қиындау мәселе. Себебі бос жерлеріміз жоқ. Жер қарастыру жұмыстары жүріп жатыр. Егер жер анықталған жағдайда мынау Сарыағаш қаласының төңірегінен арнайы өндірістік аумақ ашылатын болады. Сол жерде арнайы 1,5 квадраттық, орта есеппен 1,5 квадраттық ғимараттар салынады. Жаңа ғимарат деген енді өзіңіз білесіз, үлкен қойма. Жаңадан жаңа технологиямен салынған, сенвич панель, басқа нәрселер бар. Сол жерге ғимараттар салынады. Ол жерге жаңа арнайы электр апарылады, газ апарылады, жол апарылады. Ол апарылғаннан кейін енді бұл жерде тағы бір мәселе бар. Ол өндіріс орынға мынау үлкен көлемдегі нелерді жаңа кіргізсек болады. Бизнес орын, бизнестер. Или болмаса бір ғимаратты 2 азамат или 3 азамат бөліп алуға да болады. Бұны кез келген кәсіпкер қай салада болса да қай салада болса да алуға болады. Себебі бұл облыста тәжірибеден өткен. Енді сіз барып көрмедіңіз, Түркістан қаласында аэропортқа қарай кетіп жатқан бір жолыңыз түссе көрсеңіз болады. Аэропортқа кетіп жатқан жолдың бойында арнайы бір, мен былтыр барып келген кезімде бір 10-нан астам ғимарат бар, арнайы салынған. Ол жерде көкөніс сақтау қоймасы салынған, арнайы профильтер салынған. Профильтердің ішінде бір жерде жаңағы жиһаз цех ашылған, біреуінде мынау су үнемдеу технологиясы бойынша сонда жаңағы капельный шлангілер басқалар солар ашылған. Біреуісінде мынау холодильниктер құрастырылып жатыр. Солай жұмыстар жасады. Біздің аудан дәл солай болады. Жаңағы ғимараттар басталған кезде ғимараттар салынады. Ол жерге де кәсіпкерлер, Steam деген кәсіпкерлер ол ғимараттарды бірінші жалға алып істесе болады. Екінші, жаңағыдай өзім қатысып, өзім тікелей қаржыма соғып аламын деген мәселеде қарастыруға болады. Бірінші мәселе, жаңағы жеке өзінің қаржы соғып аламын деген кәсіпкерлер болса. Болмаса, облыс әкімдігі облыстық бюджеттен салынып беріледі. Бірақ одан кейін жалға алады, арендаға алып отыруға болады. Болмаса жаңағыдай жалға ала отырып, последний выкупын кейін сатып алуға болады. Или болмаса қаржысы бар кәсіпкерлер бірден ақшасын төлеп сатып алуға болады. Енді шынын айтқанда тамаша жоба. Енді жүзеге асырамыз деп ойлап жатырмыз. Алдағы уақытта да сіздің жаңағыдай жоба нақты басталғаннан кейін біздің де жоспарымыз бар, кәсіпкерлерді жинап, бәрін түсіндіріп, айтып, сондай жұмыстар жүргізіп, бағдарламаны бәрін таныстырып, бәрін неғылып, нақтылап айтатын боламыз. Бұл қазір сіз айтып жатқан бағдарлама тек Сарыағаш ауданында ма, или бүкіл Қазақстанда бар ма? Қазір бұл бағдарлама Түркістан облысына жүзеге асып жатыр. Тек Түркістан облысы, облыс әкімінің бастамасымен Түркістан облысына жүзеге асып жатыр. Енді басқа облыстарды мен сізге нақты айта алмаймын, себебі әр облыста әр өзінің экономикалық ерекшеліктеріне байланысты жұмыс жасалады. Мүмкін басқа облыстарда бұл жағдай бар шығар. Бірақ бізде қазір нақты айта аламыз, Түркістан облысында облыс әкімінің қолдауымен жүзеге асып жатқан жобалардың бірі. Түркістан қаласында бұл жоба жүзеге асты. Ол өзінің несін дәлелдей білді, экономикалық тиімділігін жұмыс жасап жатыр. Сол сияқты бізде әр ірі аудандардың төңірегін ашамыз деген облыстың жоспары бар. Сол сияқты біз қалаға осы биыл ашып кәсіпкерлерге тапсырамыз деген ойымыз бар. Енді алайдарымыздан мынандай кәсіпкерлер көбейген сайын, бизнес көбейген сайын қаланың экономикасы көтеріледі, ауданның экономикасы көтеріледі. Енді кәсіпкерлер деген бәрі бір экономиканы білетін, болмаса бухгалтерский учетты білетін адамдар емес қой, иә? Біреу мысалы бірден үлкен саламен, үлкен ақшамен үлкен сала ашады, біреу ұсақтап бастайды деген сияқты да кішкентай нәрседен бастайды. Енді кәсіпкерлерге сондай бір бухгалтерский учетты үйрететін сондай бір бағдарлама бар ма? Енді өзінің пайдасын санау, маржасын санауды үйрету деген сияқты. Енді қазір бұл сұрағыңызға өте орынды маңызды мәселелердің бірі. Қазір бізде ауданда кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы құрылған, оның басшысы бар, маманы бар. Енді бұл азаматтар кәсіпкерлікті қалай бастау керек, бизнес жоспарды қалай бастау керек, қалай жазу керек, қалай бизнес жасау бойынша қолдау көрсетеді. Одан кейін бір жүзеге асыру бойынша құжаттандыру бойынша өздері сопровождение істейді. Сатысымен құжаттандыру бойынша жұмыстарын жүргізеді. Енді дегенмен мынау сұрағыңыз дұрыс, экономикалық бухгалтерский. Енді қазіргі таңда бухгалтерский несін оқытатын арнайы бізде ондай қазір мамандар жоқ. Дегенмен де мынау бухгалтерский жақтары қазір ақылы түрде оқытатын мекемелер бар. Ол
ақылы, ол басқа жеке нелер. Шымкенттің қаласында бар, консалтинг орталықтар басқалар. Былайша жаңағыдай құжаттандыру мәселесі, жерін құжаттандыру мәселесі, болмаса бизнес жоспар жазу мәселесі, сондай мәселелермен бізде кәсіпкерлік қызмет көрсету орталығының мамандар толық көмек көрсетіп, өзінің сілтемесін беріп, болмаса жобаны жүзеге асыру керек болса, бастағаннан аяқтағанға дейін жаңағы сопровождение жасап жұмыстар атқарып жатқан жайымыз бар. Түсінгенім бойынша, егер сіз кәсіпкер болатын болсаңыз, өз кәсібіңіздің жаңағы маржасын есептеу, басқа заттар бойынша именно бухгалтерский жағынан ол өзіңіз значит оқисыз, а документация болмаса жаңағы тағы басқа да кәсіпке байланысты мәселелерді бизнес жоспары, жаңағы бизнес жоспары ішінде жаңағы маржалар кіреді, ол несі, бірақ таза бухгалтерский есептерді қалай тапсыру мәселені әр кәсіпкердің өзінің міндетінде, бірақ жаңағыдай бизнес жоспар жасау, оны қалай есептеу керек, бизнес жоспарының ішіндегі расходтары бар, басқа кірістері, солардың бәрін ол біздің арнайы қызмет көрсету орталығы жаңағы көмек көрсететін болады. Енді мынау официальный парақшалар бар ғой. Официальный парақшаларда жылына осынша ақша кәсіпкерлерге бөлінді, осынша ақша бөлінді деп көрсетіп жатады ғой. Енді мынау субсидиялар деп кіреді, сол кәсіпкерлерге бөлінетін ақшаларға. Субсидия деген ол көп адам біле бермейді, ол не зат, кім алады субсидияны, кімдер қатыса алады, оны төлейді ма, қайтадан өкіметке ол ақшаны қайтару керек па, қайтармау керек па, сол жағынан айтып кетсеңіз. Енді субсидия мәселесі бұл үлкен ауқымды мәселе. Кәсіпкерлік саласы субсидиясы бар, туризм саласының субсидиясы бар, ауыл шаруашылық саласы субсидия деген мәселелер бар. Енді мен сізде кәсіпкерлік саласы бастайын. Кәсіпкерлік саласының субсидия дейтін мәселелер, мысалға бір азамат кәсіпкерлігін ашуға қаржы керек. Ол азамат қазір барады екінші деңгейлік банктерден 22%-бен бизнес жоспарын дайын көрсетіп отырып 22%-бен субсидия алады, несие алады. Несие алады да, оны мысалы 20 миллионға дейін жаңағы залогсыз жоспарын көрсетіп, өзі арнайы талаптар бар, талаптар құжаттарын бар, банк жаңағы қаржы ұйымының өз талаптарына сәйкес келетін азаматтар алады, құжаттарын тапсырады. 22%-бен алған азамат оны алып қойғаннан кейін даму қорына жаңағы субсидиялау өтініш береді. Яғни мысалға енді айтайық, банк 22%-бен кәсіпкерге берді, кәсіпкер жаңағы даму қорына субсидиялауға өтініш береді. Даму қоры сол 22%-ның 14%-ын даму қоры субсидиялап беріп отырады ай сайын. Сонда кәсіпкерге 8%-ны кәсіпкердің өзі төлейтін болады. Алған сумасын 8%-ын кәсіпкердің өзіне қалады, үстіндегі 14%-ы даму қоры, яғни мемлекеттік бюджеттен қаржыландырады. Бұл да кәсіпкерге деген мемлекеттік қолдау. Жақсы қолдаудың бірі деп істеймін. Егер 20 миллионнан асатын болса, жаңағы ол залоговый. Ол арнайы залог қойып, үлкен сома алуға болады. Енді мен сізге айтып кетсем, былтырғы жылы осы даму қоры арқылы ауданда 4,5 миллиард теңге кәсіпкерлердің субсидия осы өтіне алған, кредит алған 4,5 миллиард теңге 90 кәсіпкер алып, жұмыстарын жүргізген. Яғни даму қорына субсидиялауға өтінім берген 4,5 миллиард теңге. Бұл облыс көлемінде алдыңғы қатарда. Яғни біздің ауданның кәсіпкерлігінің дамығанын, біз кәсіпкерлеріміздің атқарып отқан жұмыстарын көрсетеді. Енді тағында не бар? Туризм саласында да субсидиялау мәселесі бар. Онда да мынау туристік нысандар салса. Туристік нысандар салса, жаңағы неге кеткен нысанға кеткен расходын белгілі процент субсидиялап беру мәселе қаралады. Одан кейін енді өзіңіз көріп отырасыз, қазір біздің үлкен жолдардың бойында ажетхана мәселелері бар. Сол мәселелерді, мысалы, ажетхана ашамын деген, егер өзінің жері болса, үлкен автомобиль жолдардың бойында, болмаса туристік нысандарға баратын жолдардың бойында өзінің жері болса, бір кәсіпкер сол жерге ажетхана, соңғы үлгідегі ажетханасын салса, басқасын салса, оған да берілетін субсидиялар бар. Бұл жаңа туризм саласындағы, ауыл шаруашылық саласына келсек дұрыс ғой. Ауыл шаруашылық саласындағы азаматтарды шаруа деп айтылғанымен, шаруалар деп айтылған, оларды кәсіпкерлікке жатады. Оларды кәсіпкер деп естігі. Ауыл шаруашылық саласында енді бірқатар көптеген субсидиялар бар. Оның ішінде инвест-субсидия дегендеріміз бар. Мынау мысалға ауыл шаруашылық техникалары бар, тракторы бар,
оның қондырғылары бар, құралдары бар, соқасы, жаңағы дән сепкіштері, сондай заттарды Қазақстаннан құрастырылған, Қазақстанда өндірілген құрастырылғандарды алса, мемлекет сол шығынның 30% мемлекет субсидия береді. Төлеп береді. Бірінші ол еңбек субсидиялар жаңағы техника алғандарға. Екінші, мынау енді өзіңіз білесіз, мемлекет басшысы, республиканың президенті мынау үкіметтің тапсырма қойды, су үнемдеу технологияларын ендіру, яғни тамшылатып суғару әдістерді, жаңбырлатып суғару әдістерін енгізу. Енді өзіңіз білесіз, Сарыағаш ауданы шекара бойында орналасқан аудан, біз ағын судың 90%-ын Өзбекстан Республикасынан аламыз. Трансшекаралық каналдар арқылы келеді. 90% су. Енді біз суды үнемдеуге мүдделі болуымыз керек. Халқымыз соны үйрену керек. Себебі соған біз ауысуымыз керек. Ода су үнемдеу технологиясы енгізгендегі мақсат бірінші ағын су экономдалатын болады, үнемделетін болады. Одан кейін табиғатқа пайдасы келеді, су шығын азаяды. Одан кейін үнемдеу технологиясын ендіре отырып, өнімнің көлемін арттыруға болады. Осы мәселе бойынша да жұмыстар жасалып жатыр. Енді бұл жерде айта келетін нәрсе, мысалға су үнемдеу технологиясы 1 гектарға енгізетін болса, 1 гектарға кеткен расходтың 80% мемлекет субсидия береді, 80%-на дейін. 80%-на дейін. Енді ол зор көмек. Мысалға дейік, 1 гектарға 1 миллион теңге жаңағы шығын жасаса, су үнемдеу технология енгізуге. Мемлекет соның 80%, яғни 700 мың теңгесін қайтарып береді бюджеттен. Енді осындай жаңалықтарды да халық қай жерден оқып біле алады? Ондай жаңалықтар халықтың бізге тікелей маған хабарласса болады, болмаса бөлім қызметкерлері бар. Енді бізді бұл каналды тек Сарыағаш ауданы қарамайды да. Сарыағаш ауданының кәсіпкерлеріне сіздер көмектесесіздер, келеді, сұрақтарын қоя алады. Бүкіл Қазақстан көреді бұл. Иә, бүкіл Қазақстан дұрыс. Енді елімізде мынау мемлекеттік мекемелердің құрылымы бір. Официальный сайт па, мысалға, ондай еш нәрседе шығармайды оны. Жоқ, шығарады. Мысалы, ауыл шаруашылығы министрлігінің арнайы сайттары бар. Ол жерде қараса, ол жерде көрініп жатады. Оны әкімдіктердің сайттары бар. Ол жерлерде нелер қойып жатады. Болмаса, мына әлеуметтік желілерде арнайы парақшаларымыз бар. Ол жерлерде біз жаңағы тұрақты түрде түсіндіру жұмыстарын салып келеміз. Яғни су үнемдеу технологиясын, басқа шыққан нәрселерін тұрақты түрде салып отырамыз. Соларға танысып, болмаса тікелей республика бөлімінде де осындай ауыл шаруашылығы басқа бөлімдері бар, кәсіпкерлік бөлімдері бар. Сол жерге тікелей барып, өздерінің сұрақтарын қойып, ондай мәселелерді алуға болады. Егер болмаса, жаңағыдай біз енді айта кетейік, Әйгерім ханым, дәл осындай мәселемен мен 23 жылы осы мемлекеттік қолдаулар өткізу бойынша 23 жылы 38 кездесу өткіздім халықпен, жеке өзім. Әр ауылдық округке барып, елді мекенге барып, 38 рет кездесу өткіздім. 24 жылда дәл сондай кездесулер өткіздік. Мемлекет қолдаулары бойынша. Биылғы жылы, 3 айдың көлемінде уже 8 рет кездесу өткіздім. Себеп дұрыс, бұл мәселе халық енді барлығын бірдей құлақтандыру мүмкін емес, бірақ дегенмен де халықтың басым бөлігімен кездесіп, жаңағыдай субсидияны қалай алуға болады, кредитті қалай алуға болады, ол үшін кімге бару керек, қай жерден құжаттарды бастау керек деген мәселелерді айтып түсіндіріп келеміз. Енді тағы да субсидия мәселесіне келетін болсақ, мынау субсидия мәселесі енді әр өңірдің, ол Түркістан өңірінде бір бөлек болуы мүмкін. Қызылорда өңірінде әр өңірдің өзінің ерекшелігі, ауыл шаруашылығы саласына ерекшелігіне ғана төленеді субсидия. Мысалға, бізде 23 жылдан бастап Сарыағаш Түркістан облысында жылыжайлар, теплицалар субсидия басталды. Яғни бұл жерде де теплицаларға кеткен шығынның, теплицаларды қысқы маусымға кеткен, жылытуға кеткен шығынның бір бөлігін субсидиялап беру мәселесінде облыс әкімінің қолдауымен шешім шықты. Жаңағы республикалық бюджеттен қаржы бөлініп отыр. Онда да бір гектарына 4 миллион 800 мың теңгеден субсидия беріп отыр. Яғни ол жерде өзінің қойған талаптары бар. Жаңағы жылыжайымыз жылыту жүйесімен қамтылған болу керек. Тағында басқа талаптары бар, сол құжаттарын не қылып, бұл жерде тағы да бұл мәселе, қазір көп азамат ойлайды, мен субсидия аламын, ана жаққа барам, мына жаққа барам. Онда ештеңе жоқ. Арнайы порталдар бар. Үйінде отырып, компьютер, интернет қосылған болса, сол арқылы жаңағы өтінім бере береді. Ешқайда баруына қажет жоқ. Қай портал екеніміз көрсете аламыз көрермендер? Госагро деген портал бар. Госагро кәдімгі интернетті қосып, браузерге Госагро деп жазса, портал шығады. Сол жерге өздері тіркеледі. Жаңағыдай ЦП ключте электронды ключ арқылы тіркеліп,
өздеріне сол жерге өтініш бере береді. Осындай субсидиямыз бар. Енді мына мемлекет ауыл шаруашылығы саласында, кәсіпкерлік саласында айтарлықтай көмек көрсетіп отыр. Халқымыз, шаруаларымыз, кәсіпкерлеріміз соны дұрыс пайдалану керек. Бұл жерде де мына айта кететін нәрсе тағы да, мысалы қазіргі кезде мынау нарықтық бағада дизель отыны заправкада жанармай құю бекеттерінде 280-290 теңге. Дала жұмыстарын жүргізуге, яғни көктем күзгі дала жұмыстарын жүргізуге мына мемлекет жүргізуге кететін шығын жаңағы дистопливаны мемлекет тағында өзінің субсидия жасау арқылы 251 теңгеден қазір шаруаларға беріп отыр. Шаруаларға күзгі дала жұмыстарын жүргізуге, көктемгі және күзгі дала жұмыстарын жүргізуге. Бұл да айтарлықтай көмек. Сондай көмектер, мемлекет тарапынан көрсеткен көмектер көп. Оны жаңағы кәсіпкерлеріміз де, шаруаларымыз дұрыс пайдаланса, ол мына бірінші капиталы бір аяққа тұрып кетуге үлкен көмек болады. Ол мына кәсіпкерлік дамыса, мына шаруашылық, ауыл шаруашылығы дамыса, ол мына ауданымыздың экономикасы дамиды, аудан экономикасы көтерілсе, облыстың экономикасы әсер етеді, облыс экономикасы ол еліміздің экономикасы әсер етеді. Сол арқылы үлкен бір жаңағыдай экономикамызға ол экономикалық драйвері, мысалы кәсіпкерлік саласы, ауыл шаруашылық саласы. Солай жұмыс жасауымыз керек. Енді қараңыз, мысалға жаңа ауыл шаруашылық сіздің бөліміңіз ғой, осы бойынша сұрап көрейін. Кәсіпкер егер жаңағыдай бір өнімді егемін дейтін болса, арендаға жер алады ма үкіметтен? Енді мысалы мынандай жер мәселесі, ол аренда деген мәселе жоқ. Жер мәселесі қазір тек қана конкурс или аукцион арқылы беріледі. Сатып алады, жаңағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді конкурсқа қойып, конкурсқа қатысып алады. А егер басқа да мақсаттағы жерлер, яғни кәсіпкерлік мақсатындағы жерлер, басқа мақсаттағы жерлер ол аукцион қойып сатып алады. Осы екі немен жүреді. Ол жер мәселесінде ол барлығының құқығы бірдей. Ол мынау бір не деген андай деп шектелмейді. Жаңағы мысалы да конкурсқа ашып конкурсқа қатысып, өзінің талаптарын орындай отырып, жаңағы жеңіп алса болады. Ал Алайдар мырзаға қоятын сұрақтарымызды қойдық. Қазір біз басқа бөлім басшысымен сұхбат жасайтын боламыз. Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Халық түсінді деп ойлаймын. Үкіметтен берілетін негізі көмек көп. Үкіметтен кәсіпкерлерге осы кәсіпкерлер білу үшін сіздер сияқты мамандарға жүгінеміз деген. Сіз де қазір бізге көп мәлімет бердіңіз, көп ақпарат бердіңіз. Ақпарат бергеніңізге рахмет, алғысымыз шексіз. Сау болыңыз. Сіздерге де рахмет. Мынау халықтың қамын ойлап, кәсіпкерлердің қамын ойлап, мынау берілетін көмектерді халыққа жеткізу. Біз бұл сіздерге әрқашан көмек көрсетуге дайынбыз. Есігіміз әрқашан ашық. Мына әлеуметтік желіде тұрақты жұмыс істеп отырамыз. Енді өздеріңіз де байқаған шығарсыз, бөлімнің әлеуметтік желісінде де өзім жеке парақшаларымда тұрақты жұмыс атқарып отырамыз. Біз сіздермен біргелесіп жұмыс істеуге қуаныштымыз. Есігіміз әрқашан ашық. Тағы да айтамын, кез келген уақытта келіп, жаңағыдай осындай қосымша хабарландыру, қосымша ақпараттар беруге біз дайынбыз. Егер де халық жаңағы тұрғындарымыз келеміз десе, біздің адресімізді білесіздер, келсеңіздер, осы жерде толық мағлұмат алып, кәсіпкерлікті жүргізуге, мынау елімізді дамытуға барлығымыз бірлесіп атсалысуымыз керек. Ол кәсіпкерлік дамыған жерде, ол экономика дамиды, басқа да жаңа жұмыстар орны ашылып, халқымыздың әлеуметтік жағдайы жақсарады болады. Сіздерге рахмет үлкен. Біз сұхбатымызды Абылай мырзамен жалғастырамыз. Абылай мырза, өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Менің есімім Мұсабеков Абылай Нұржанұлы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының Сарыағаш ауданы филиалының директоры қызметін атқарамын. Абылай мырза, енді мен сұрақты ең жаңағы майдасынан бастайын негізі. Мынау қайтарымсыз гранттар беріледі. Негізі үкіметтен кәсіпкерлерге берілетін көмектің түрі өте көп, дұрыс па? Өте көп. Енді ең ұсағына соны бастайын. Жаңағы безвозвратный грант, қайтарымсыз гранттарды кімдер алады? Ол биылғы 2025-тегі берілетін сума қандай болып тұр? 2025 жылғы мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз грант деп айтылады. Яғни бірінші деңгейлі бұл 400 айлық есептік көрсеткішке дейінгі қайтарымсыз гранттар. Сарыағаш ауданында биылғы жоспарға сәйкес 150-ге жуық азаматтарға осы грант беру жоспарланып отыр. Оған алуға мүмкіндігі бар азаматтар көпбалалы отбасы мүшелері, мүгедектігі бар азаматтар тапсырып ие болуға мүмкіндіктері бар.
Сарыағаш ауданында биылға 2025 жылы әліге күнге дейін комиссия отырысы өткен жоқ. Құжаттарды тапсырам деген азаматтар еңбек KZ ақпараттық сайты бар. Бұл тікелей еңбек министрлігіне қарайтын. Сонда уақыты жазылады, қай уақытта гранттар құжат тапсыру керек. Сол осы әлеуметтік топтағы сәйкес келетін азаматтар құжаттарын тапсырып, сол жерде оқу батырмасы бар, бастау бизнес оқып, сертификатын алып, өздерінің ұнаған бизнес жоба, мысалы ауылдық елді мекендерде наубайхана ашамын дейді, бір азаматтар мал ұстаймын дейді, болмаса қарапайым, былайша айтқан кезде сауда нүктесін, яғни тез тамақтану нүктесін ашам деген азаматтар сол ақшаны емдеді. Ол 400 айлық есептік көрсеткіш жобамен 1.500.000 теңгеге жуық қаражат. Оны демек кез келген саланың адамы ала алады ғой, Кез келген емес, жұмыссыз азаматтар, мүгедектігі бар, немесе көп балалы отбасы мүшелері. Одан бөлек 5 миллион теңгеге дейінгі гранттар бар. Оны Түркістан облысы әкімдігі кәсіпкерлік басқармасы ойнатады. Оған кез келген кәсіпкерлік жобасы бар, және бір ауыл бір өнім, біз мысалға бір ауыл бір өнім көрмесін ұйымдастырамыз атамекен. Сол жерде әр өңірден өзінің қол өнер шеберлері, бір шығарып жатқан тауарлары бар кәсіпкерлер соған жеңімпаз болып танылса, бір ауыл бір өнім көрмесіне сәйкес 5 миллион грантқа өтінім тапсырылады. Ол көрмелер қай уақыттарда болады, қай жақта біледі? Бір ауыл бір өнім жобасына қазіргі таңда кәсіпкерлер шығарып жатқан өнімдерін заявка беріп, бізге неғылса болады. Бізге заявка беріп неғылса, біз сол көрмеге жолдаймыз. Енді бұл видеоны тек Сарыағаш ауданы емес қой, бүкіл Қазақстан көреді. Демек бұл бүкіл Қазақстанда жүретін жоба. Бүкіл Қазақстан аумағында іске асырылатын жоба. Түсінікті. Енді жаңағыдай бұл безвозвратный гранттар 5 миллиондықтар, миллион жарымдықтар да оны кез келген сала ала алмайды, Оны тек қана жаңағыдай 5 миллиондықты инновация деп айттыңыз. Инновация алады. Ал жаңағы 1,5 миллиондықты кез келген сала ала береді. Жоқ, мүгедектігі бар және көп балалы. Жоқ, оны түсіндім. Мүгедектігі бар, көп балалы және 35-ке толмаған жастар, ол алып тастады. Демек, мүгедектігі бар, көп балалы ана, болмаса мүгедек бағып отқандар, сондай аналар болмаса әке қатыса алады. Бірақ ол кез келген кәсіп иесі алады. Егер өзінің бизнес планын қорғап шыға алса комиссияның алдында. Демек, солай. Енді келесі менің сұрағым, енді өзім кәсіпкер болған соң бұл сұрақтар маған қатты қызық қой. Мынау өкімет жағынан действующий бизнестағы адамдар, мысалы мен сияқты бизнесі ұзақ уақыттан бері жүріп жатқан, жаңа жас емес, жаңа сіз айтып отқан категорияға ілінбейтін адамдар, олар кредит жағынан ба, болмаса қандай көмек ала алады? Мен жеке өзім бұл пікірді бірнеше рет әкімге де ұсынғам, бұқаралық ақпарат құралдарында да айтқам. Жалпы мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз гранттар тоқтату керек. Мен өзім бұл қаражат тиімсіз игеріледі деп есептеймін. Және оны жылда беру тәжірибесінен бас тартып, біз жұмыс істеп, жаңадан іске асырылып жатқан төмен пайызбен кәсіпкерлерге несие беруіміз керек. Бізде мысалы қазір екінші деңгейлі банктен алатын несиелердің пайызы 20-ның үстінде, 20, 21, 27-ге дейін барады, 35-ге дейін барады, пайыздар үлкен. Сол жалпы барлық кәсіпкерлікке бөлінетін қаражатты пайызын төмендетіп, сөйтіп кәсіпкерлерге түсінікті бағдарламамен қаражат беруіміз керек. Ол өңдеу өнеркәсібіне тауар шығарып жатқан, бізге көп азаматтардың Қазақстанда тауар шықпайды деп айтып жатады ғой. Сол тауар өндіріп жатқан азаматтарға біз беруіміз керек. 2% бола ма, 3% бола ма, сол осы көлемдегі қаражаттарды біз беруіміз керек. Безвозвратный грантты алған адамдармен дальнейший сіздер олардан отчет аласыздар ғой, да? Қалай жасайсыздар ол нәрселерді? Бұл жерде бір түсіндіріп кету керек. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы тікелей қаржы беретін ұйым емес. Біз сол қаражатқа бизнес планмен көмектесеміз. Негізгі міндетіміз сол азаматтарға түсіндіру. Мысалға бір азаматтар құжаттандыруын түсінбей жатады, қалай бизнес план жазамын, қалай комиссияға қатысамын, соны түсіндіріп береміз. Жалпы
тікелей қаражатты беретін бұл жұмыспен қамту мансап орталығы, бұрын жұмыспен қамту деп үйреніп кеткен халықтың алдында мансап орталығы береді. Және сол қаражаттардың мақсатты жұмсалуын сол мансап орталығының комиссия шешеді. Дұрыс, біз 2019 жылдан бері Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында жұмыс жасаймын. Ол уақыттан бері бірнеше азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылып, темір торға қамалды. Бұл салада алаяқтық қылмыс жасап, азаматтардан қаражат жинап, 100 мың, 200 мың теңге беріп, болмаса белгілі түрде бір қаражат бер, біз сол қаражатты алып береміз деген азаматтар да көп болды. Біз олардың барлығын құқық қорғау органдарымен жауапкершілікке тарттық. Жаңалықтан оқығам сондай. Сарыағаш қаласында көптеген азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Енді келесі мәселе, бұл жерде азаматтардың өзі сол мәселе қаражаттарды емдегенге тиімсіз жұмсайды. Осы уақытқа жалпы 200-ге жуық азаматты қайтару бойынша менің тарапымнан да ұсыныстар берілген. Сол үшін бағана сұхбатымыздың басында мен айттым, бұл қаражаттарды беру тәжірибесін тоқтату керек деп. Ол да дұрыс шығар. Енді жаңағыдай грантқа ілінбейтін адамдар, жаңа мен сияқты ипосы ұзақ адамдар, ондай адамдар үкіметтен қандай көмек ала алады? Жалпы бір нәрсені түсіну керек. Дұрыс, кәсіпкерлер мемлекет тарапы. Біз енді Атамекен ұлттық кәсіпкерлер мемлекеттік мекеме емеспіз. Біз кәсіпкерлердің қауымдастығымыз. Кәсіпкерлер бірігіп өзіміздің мүдделерімізді қорғау үшін құрылған ұйымбыз. Енді мемлекет тарапынан берілетін көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар. Ауыл аманаты деген 2,5%-бен 9 миллионға жуық қаражат несие алынады. Одан бөлек даму кәсіпкерлік дамыту қоры арқылы несиенің пайызын субсидиялауға арналған бағдарламалар бар. Ол екінші деңгейлі банктер арқылы іске асырылады. Егер жасыл даму деген мекеме бар, сіз қатты тұрмыстық қалдықтар, оның ішінде пластмасс өнімдерін, қағаз өнімдерін, алюминий, темір, алюминий, былай айтқанда қораптарын қайта өңдеу, ол да 3%-бен несие береді. Одан бөлек негізі көптеген қаржы институттары бар, солармен жұмыс жасау керек. Енді көп азаматтар, мен жалпы өзім мен грант алам деп келіп жатқан адамдар, мен ол бизнес жасайтын адам емес деп есептеймін. Себебі бизнес жасаймын деген адамат ол инвестор таба ма, несиелендіре ма, жұмысын жүргізіп кетеді. Егер өзінің бизнес планы дұрыс көзіне жетіп тұрса. Егер ол тек қана грант аңдып отқан адам, мен оны бизнес жасады деп есептеймін. Егер грант болмаса да, ертең үкімет шешім қабылдап, мемлекет тарапынан гранттар берілмейтін десе, мен онда өмір бақи бизнес жасамаймын демейсің ғой. Бизнес әр адам өзінің айлыққа, тұрақты бір табысқа тәуелділік емес, өзге табыстарға қанағаттанбай, жоғары табыс табамын деп отқан азаматтардың ниеті. Сол үшін азаматтар қаржы институттары арқылы қаржыландыру көздерін біргелес біз жөніміз керек. Бұл әр кәсіпкерлердің өзінің бизнес жобасына арналған. Енді сауда-саттыққа берілетін несиелер бар, жаңа өнеркәсіп ашылатын нәрселер бар, соған сәйкес бөлінеді. Енді тағы бір сұрағым, осы енді мен танитын кәсіпкерлердің бәрі кішкентайдан бастап қазір үлкен кәсіптің иесі болып жатқан адамдарда. Енді қазіргі таңда енді бастап жатқан, болмаса кішкентай кәсіптің иегерлері бар ғой, сол кісілерге бір жаңағыдай қаржылық сауаттылықты үйрететін, болмаса бухгалтерский учеттарды үйрететін, экономика үйрететін сондай бір бөлімдеріңіз бар ма? Олай көмектесе аласыздар ма кәсіпкерлерге? Жалпы қаржылық сауаттылық деп айтасыз ғой. Қаржылық сауаттылықты арттыру негізі кәсіпкерлердің көп кеңесіміз. Атамекен жалпы құрылу тарихы кәсіпкерлер бір-бірімен бірігіп, тәжірибе алмасып, білгенін, ой түйгенін бәрін алмасып, тәжірибе алмасу мақсатында, мүдделерін қорғау мақсатында. Енді азаматтарға келіп, өздерінің проблемасын айтатын болса, біз есігіміз айқара ашып, көмектесуге дайынбыз. Және бағанағы бухгалтерлік есеп, құқықтық есеп бойынша көмек беруге әрдайым дайынбыз. Себебі кезінде үлкен бағдарлама болған, халықтың жалпы
құқықтық сауаттылығын және қаржылай сауаттылығын. Егер азаматтар өзінің қаржылық сауаттылығын арттырса және құқықтық сауаттылығын арттырса, заңның аясында, қаржылық сауаттылығы аясында тиімді жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Демек, мысалы, кез келген кәсіпкер келіп, жаңағы көмек сұрайтын болса, маған осылай санауды үйретіңіз, маржаны шығару деген сияқты үйретіңіз десе, ол жағына көмектесе аласыздар. Кез келген сала бойынша. Абай мырза, уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Мынау сіздің сұхбатыңыз көп кәсіпкерлерге пайдалы болды деп ойлаймын. Уақыт бөлгеніңізге рахмет, сау болыңыз. Рахмет сізге де. Достар, кәсіпкерлер мектебінен шықтық, көп пайдалы ақпарат беріп жатырмыз деген ойдамыз. Негізі мемлекет экономика дамыған кезде дамиды, мемлекет бай болады, сондықтан да кәсіппен айналысайық. Ал сіздер қазір колокольчикті басып, парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар.